Ақтөбеде оқушылар сабақта емес сотта жүр. Өз құралпы балалардың соққысынан қаза болған 14 жастағы Нұржан Сыдықтың ісіне қатысты бүгін сот басталды. Айыпталушыда, жәбірленушіде кәмелет жасқа толмаған ұлдар. Ауылдың жеткіншектерін процеске ата-аналар ертіп келді. Алдын ала сот тыңдауына психолог та қатысты. Толығырақ ақпайын Сұлтанмұратова жалғастырады. 23 томнан тұратын қылмыстық іс бойынша 6 айыпталушы бар. Олардың барлығы Темір ауданы Қопа ауылындағы орта мектептің 10 және 11 сынып оқушылары. Олардың біреуіне адам өліміне әкеп соққан, денсаулыққа қасақана ауыр зиян келтіру, ал бесеуіне бұзақылық және қылмысты ұйымдастыру баптары бойынша айып тағылған. Бұл оқиға былтыр қыркүйекте болған еді. Жоғары сынып оқушылары 14 жастағы Нұржанды аяусыз ұрып соққан. Сол соққының салдарынан көз жұмды. Оқиға кезінде оның қасында 18 оқушы болған. Олардың қатарында спорт шеберлері де бар. Қасында болған ол ана балалар қорқытып, үркітіп, оларға скорыйда шақырттырмаған, даже ата-анасына да хабар бергізбеген. Даже бір бала айтқан, Нұржанды қаттырақ ұрыңдар, мен сол үшін өзім жауап беремін деп. Ол да бар. Сол жерде бала жан тәсілім тапсырды. Істі облыстық кәмелетке толмағандар істері жөніндегі мамандандырылған ауданаралық соты қарап жатыр. Марқұм оқушының туыстары сот үкім шығарарда барлық мән-жайды ескеруін сұрайды. Олардың айтуынша айыпталушылардың арасында мектеп мұғалімдері мен қызметкерлерінің балалары да бар екен. Сондықтан сот кезінде оларды қызметтен уақытша шеттетуді сұраған екен. Алайда бұл талабымыз ескерілмеді деп отыр. Неге сот аяқталғанша олар жұмыстан уақытша шеттетілмеске? Ол балаларды сабақта, мысалы, әлі сот болып жатыр, балаларға азғыру мүмкін, басқаша үгіт ақпарат жүргізу мүмкін ғой. Оқушыларға. Иә, ол айыпталушы балалардың ата-аналары. Біз соттың әділ әрі заңды шешім қабылдауын сұраймыз. Бұл тек менің бауырымның ісі емес, бүкіл қоғам үшін өте ауқымды мәселе. Егер бұндай қатыгездікке біз көз жұма қарай берсек, ертең кез келген ата-ана бұндай жағдайға душар болуы мүмкін. Оқушылар қолынан қаза тапқан Нұржан Садықтың ісі бойынша марқұмнан бөлек 12 оқушы да жәбірленуші ретінде сотқа қатысып жатыр. Олар алдын ала сот тыңдауына ата-аналарымен және адвокаттарымен бірге келді. Марқұмның туыстары және қорғаушысы істің ашық, ал мемлекеттік айыптаушы мен айыпталушының адвокаттары істің жабық есік жағдайда өтуін талап етті. Жоғары соттың нормативтік қаулысына сәйкес, 7-ші тармағына сәйкес, Қазақстан Республикасының қылмыстық процессуалдық кодексінің 29-ші бап 1-ші бөлігіне сәйкес кәмелет жасқа толмағандар болғасын сотталушылар жабық түрінде өткізуді дұрыс санады. Бұқаралық ақпараттар, сотқа қатыспайтын адамдар сот залын босатуыңызды сұраймын. Оқушы өлімінен соң Темір аудандық білім бөлімінің басшысы, Қопа ауылдық мектебінің директоры және директордың тәрбиесі жөніндегі орынбасары қызметінен босатылды. Ал сот процесі әрі қарай жалғасатын болады. Ақпайын Сұлтанмұратова, Марат Ақажанов, Еуразия 1.